Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен бірге ана тілінің 9-шы сабағын бірге орындаймыз. Сабақтың тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Балалар, видеоны көрмес бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі барлық жаттығуды бірге орындайтын боламыз. Олай болса бастаймыз. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Жаттап ал. Қыста. Жер ақ қарға оранды, күн аязды боранды. Жылы жақтан келген құс жылы жаққа оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды үсітті, қысқа түндер ұзарып, кидік тон мен ішікті. Өлеңнің авторы Ескен Елубай. Ал енді осы өлеңге сай сұрақтарға жауап берейік. Алдымен осы жердегі үсітті деген сөздің мағынасын оқиық. Үсітті дегеніміз суықтан қатты тоңып домбығу екен. Ал бірінші сұрақ: неліктен қыста түн ұзарып, күн қысқарады? Жыл мезгілдерінің ауысып отыруына байланысты, яғни жаз мезгілінде күн сәулелері жерге көбірек түседі. Ал қыста керісінше аз мөлшерде болады. Соның салдарынан қыста түн ұзарып, күн қысқарады. Қыс несімен қызықты? Қыс мезгілі өзіне тән әппақ қарымен, ызғарлы аязымен, айналаны әсем сұлулыққа бөлеумен қызықты. Балалар шанамен сырғанайды, шаңғы тебеді, аққала жасайды. Сонымен қатар көптен күткен жаңа жыл мерекесін тойлайды. Қыс осымен қызықты. Екінші жаттығу: өлеңді көшіріп жаз. Далада қар борайды, ақ мамыққа орайды. Мұз болады, қатады, жып-жылтыр боп жатады. Өлеңнің авторы Асқар Тоқмағамбетов. Ал енді сұрағын оқиық. Қарамен берілген сөздердегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырат. Бұл жерде қарамен берілген сөздер қар және мұз деген сөз. Қар деген сөзде дауыссыз дыбыстар Қ және Р, ал дауысты дыбыс А. Мұз сөзінде дауыссыз дыбыс М және З, ал дауысты дыбыс О. Үшінші жаттығу: суреттер бойынша мәтін құра. Балалар, суретке қарасаңыздар, бізге бір ауылдағы ферманы көрсеткен. Отбасы мүшелері жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар бізге астына тірек сөздер берілген: мал, қора, суару, жем беру, қар күреу деген. Демек, осы сөздерді біз қазір құрайтын мәтінге кірістіруіміз қажет. Олай болса, мынандай мәтін құрастырдық. Бұл біздің ауылдағы мал қорамыз. Онда біз малдарды бағып қағамыз, оларға қараймыз. Әкем сиырларға жем салып, әрдайым суарып отырады. Анам бұзауларға сүт береді. Ал мен болсам, анам мен әкеме көмектесіп, жиналып қалған ақ қарды күреймін. Балалар, осылайша тағы да бірнеше сөйлем қосып мәтін құрасаңыздар болады. Осымен бүгінгі 9-шы сабақты аяқтаймыз. Келесі 10-шы сабақты бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.